Жануарлар әлемі бұл өмір сүру үшін бітпейтін соғыс. Онда кейде өзін өзі сақтау инстинкті керемет шайқастарға әкеледі. Онда нағыз мықтылар жеңіске жетеді. Бәріңе сәлем. Бұл камераға түсірілген жануарлардың 10 ессіз төбелесі. Кеттік. Жабайы қабанға қарсы барыс. Оңай олжаны көріп, қатты қателесті. Сиқырлар ұрпақтарын қорғап, өте ақылды маневр жасады. Жүгіруді қолға алып, мысыққа әр қырынан шабуыл жасады. Және оған өзінің әйгілі реакциясын қолдануға мүмкіндік бермеді. Ол бұл сабақты ұзақ уақыт есінде сақтайды. Арыстандардың жирафқа қарсы мақтанышы. Мына жігіттердің ерні ақымақ емес. 4 метр керемет ет болса, неге аянышты сиырларды аулайсың? Арыстандар осылай ойлаған шығар. Бірақ олар қалай қателесті? Тіпті барлық мақтаныштар олар жирафқа кем дегенде қандай да бір зақым келтіре алмайды. Бірақ тырнаудан басқа таңданған жануар балалармен қалай күреседі? Арыстандарға тұяқ тимегені әлі айтылған жоқ. Әйтпесе нәтиже соншалықты қызық болмас еді. Атқа қарсы құтырған бұқа. 2012-де Испанияның Сигурбия қаласындағы дәстүрлі бұқа жарыстарының бірінде жан түршігерлік оқиға болды. Есі ауысқан өгіз атқа шабуылдап, оны иық пышақтарына тіреп өлтіре жаздады. Куәгерлер не болып жатқанын ғана бақылап отырды. Ал шабандозды керемет түрде ашулы жануар таптап кетпеді. Шағалаға қарсы ермен. Шамасы ермен кішкентай және сүйкімді жануар. Әрине, бірақ бұл жараланған шағала көптен бері олай ойламайды. Жыртқыш құс әсіресе суда отырғанда ерменнің құрбаны болады деп күтпеген. Ұятсыз жануар құстың үстіне шығып, оны суға батыруға тырысады. Бірақ шағала қарсы тұрып, қылмыскерді тістеп алады. Жарақатына байланысты ол ұшып кете алмайды. Сондықтан оның өмірі үшін күресуден басқа амалы жоқ. Ермен тоқтамайды және құсты айналып өтуге тырысады. Бірақ ұзақ және шарасыз шайқастан кейін ол әлі де бас тартады. Миллипед мангусқа қарама-қарсы. Достар, өздеріңіз білетіндей, қараманба жер бетіндегі ең улы жыландардың бірі. Ол бірнеше сағат ішінде адамды өлтіруге қабілетті. Бірақ белгілі болғандай, ол мангус үшін қосымша жаман түскі ас. Тіпті мамбаның ең кішкентай тырнағы өлімге әкелетінін ескерсек те, батыл жануарды тоқтатуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Қара мамба өлімші лақтырады, бірақ мангустың жалтаруға уақыты бар. Ол оның басынан тез ұстап, омыртқасын сындыру үшін дірілдей бастайды. Содан кейін оның басын ақырын тістеп алады. Тиін жыланға қарсы. Бәлкім, бұл шыңда тиінді ешкім көрмейді деп ойлаған шығар. Мен оның жаңғақтарды тістеудің орнына неге жыланға шабуыл жасауды шешкенін де білмеймін. Бастапқыда жылан жынды жануардан қашып кетуге тырысады. Бірақ бәрібір ол бұл жекпе-жекті қабылдау керек. Кобраны 1-2 рет тістегеннен кейін тиін бас тартқан сияқты, бірақ қатты қарсы шабуыл болды. Ол тіпті жыланның басын тістеп алды. Бірақ мұнымен тоқтаған жоқ. Қанішер құбыжық бауырымен жорғалаушыны жаралап, тұзаққа түсірді. Бірақ ол әлі тірі қалды және жорғалай алды. Қасқыр үйіріне қарсы қасқыр. Ойға келмейтін және абайсыз нәрселердің себебі кейде аштық. Басқа біреудің олжасына ашкөз қойып өлексені көріп, ет жеуге бел буады. Бірақ 1-2 тістеп үлгермейді. Өйткені қасқырлар үйірі оны бірден аулай бастайды. Өз жақсылығымен оңай қоштасуға дайын емес. Олар бейшараны күтіп тұрғандай болды. Тек олардың көздеріне қара. Қасқырлар арсыздарды өте тез басып озады және аман қалуға еш мүмкіндік бермей, оны аяусыз жазалайды. Қошқарға қарсы сиыр бірінші орынға шығады. Бұл жігіттер бөліспегені мен үшін жұмбақ күйінде қалып отыр. Сиыр оған мүйіз не үшін берілгенін есіне түсіріп, осы мәселеде чемпионмен созылуды шешкен сияқты. Және, әрине, нокаут көп күттірмеді. Қошқар осындай жойқын соққыдан кейін тыныш тұрды. Бірақ сиыр аман қалды ма? Мен сенімді емеспін. Менің ойымша, оның бас сүйегі жарылған.